Келін демекші, осыдан бірнеше ай бұрын Жұлдыз Өмірғалидың да Ақбосаға аттанғанын Қазнет қызу талқыға салғанда. Ал жуырда бесіктің суретін парақшасына жүктеген кешудің экс-әншісі бір құпияның шетін шығарғанда еді. Көпшілік көкейіндегі осы сауалдарға Жұлдыз жауабын айтты. Растай түскенде мен оны менің әпкеме алсамшы босанған. Мен айтта кеткенде туған туыстарымды салмаймын ғой. Сондықтан туған туыстарымды мысалы ондай түрде ашық түрде құттықтамай, сондай сыйлық ретінде істесем қалай болады? Ол мен өзімді растаған емес. Халыққа танытқан Баян Мақсатқызының жалпы орталығы қазіргі қарым-қатынас қалай қыздармен? Шыны керек, қазіргі қарым-қатынас дегенде біз араласпай кеттік. Біраз уақыт болды, бірақ топ директоры Назым Басқынбаевамен мен араласамын, ал қыздармен өкінішке орай байланыс үзілді десе де болады. Ақботамен ше? Ақбота қазір кешуден бөлек, өз жолы бар. Иә, ол өз жолы бар, ол пысық қыз, молодец, орында отырмайды, өзіне ісін жасап. Оның да уақыты жоқ шығар қазір. Қыздарға көңіл бөлуге, құрбыларына көңіл бөлуге қазір араласпаймыз. Баян Мақсатқызымен соңғы рет қашан кездестің? Соңғы рет мен Баян Мақсатқызымен жаз айларында кездескем. Есімде болса, жазда кездескем мен сол кісімен соңғы рет.